Саламатсыздарга, құрметті оқушылар мен ата-аналар. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз розетка дейді. Розетка дегеніміз біз мынадай гипстен жасалған әртүрлі форма. Розетка деп біз атаймыз, ол өзіміздің жаңағы суретшілердің терминінде. Розетка деген ол гипстен жасалған жартылай объемны рельефны зат. Гүл, ою, тағда заттар болады, адамның бет бейнесі. Сондықтан бүгін біз мына қызғалдаққа, тюльпанға ұқсас форманы салайын деп отырмыз. Оның қалай этапына салу керек екендігін мен ақырында өзім түсіндіріп өтемін. Бүгін бұл осы арнайы біздің одаренный группаға арналған. Так, біз енді мынадай розетканы саламыз. Тюльпан тәріздес болғаннан кейін біз осының орналасуын келтіреміз. Орналасу ол компоновка. Бірінші компоновка, содан кейін построение, содан кейін объем, форма и материальность дейді. Компоновка дегенді балдар біледі өздері, мына қағаздың бетіне дұрыс орналастыра білу. Осы розетканы, жасалған, салынған тюльпан тәріздес розетканы біз осы қағаздың бетіне дұрыс орналастыруымыз керек. Мысалға, мына қағаздың дәл ортасын аламыз. Қолмен сызса да болады, или сызғышты қолданса да болады. Кімге қалай ыңғайлы. Бұлай қарасаңыздар, бұл розетканың өзі осындай үш бұрыштың ортасына орналасқан. Енді бұның жапырақтары қай жерде орналасқандығын салуымыз керек. Бұлай бөліп аламыз. Содан кейін барып өлшейміз, қағазбен, карандашпен өлшейміз. Қазір біз уже компоновкасын болдық, енді построениесімен жасап жатырмыз. Построениесін. Жалпы компоновкасын салдым. Енді осы мына гүліміздің енді компоновкасын жасадық, построениесін де жасадық. Енді осының жалпы сұлбасын дейді ғой, суретін салып түсіруіміз керек. Мінекей мынау дәл ортасы. Мына жерде уже гүлдердің формасы бөліне бастайды. Мына жерде гүлдердің былай сгиб дейді ғой, былай кететін жері. Сгиб. Мен неде болса ортасынан бастаймын, ортадағы гүлден бастауға тырысамын. Бірақ көз мөлшермен или болмаса қаламен өлшеп отыруға болады. Мынаумен мынаның қашықтығын өлшеп отыруға болады. Екеуі симметричный болу керек. Енді гүліміздің формасын түсіреміз. Екеуін параллельно жасап отырған дұрыс, желательно. Екеуін параллельно. Бұлай карандашты қойған кезде бәрі бір линияның бойында. Екеуін параллельно түсіріп отырамын. Мысалға мен бұлай түсірсем, міндетті түрде екіншісінде солай түсіріп отыруым керек. Енді алып, мына жерге қосылады, орталыққа қосылады. Примерно осы шамада. Жапырақтарын бұлай қосамыз. Жапырақтарын бұлай қосамыз. Қоса түсеміз. Енді келесі. Іске кірсеміз. Так, мына жерден болады. Енді мынаумен мына жерде өлшейміз да. Бұл не себепті біз екі жақты бірдей өлшеп жатырмыз. Өйткені бір жағы үлкен, бір жағы кіші болып кетпес үшін. Мына жерде мысалға кішігірім қателер кетіп жатыр. Сол сияқты осының бәрін осы салу процесінде жөндеп отырған дұрыс. Процесінде. Бұл компоновка бітті, бұны біз построение дейміз. Оны тұрғызу. Ендігі астыңғы жақтарына кірсеміз. Мысалға бұл тон гүл. Жерге сәл айналдырып әкелеміз. Мына жағын жиналып тұрған тюльпан сияқты салдақ тәріздес. Жапырақтарын
кеңірек қылып аламыз. Мінекей, кеңірек. Артық линиялар болса алып тастап отырамыз. Мінекей, біз мына жерге сызық сызып, тағы да өлшейміз. Чтобы мына жағы кішкентай, мына жағы үлкен болмас үшін, былай өлшейміз. Мінекей. Так, енді келер жапырақ. Мінекей. Енді жалпы формасын келтіреміз. И асты жағында. Арғарай осы жерде қарап отырып, любой жерде қате кетеді, кетпейді емес. Сондықтан соның бәрін зерттеп, бәрін тағы тексеріп шығамыз. Неге компоновкасын жасадық, орналасуын, построение дейтін жалпылама салдық. Енді мынадай артық линияларды өшіріп, біз бұның жарық көлеңкесін береміз. Мысалға, бұл жерде жарық мына сол қатпалдан түскен, сол жақтан түсіп отыр. Сондықтан бұның бәрін артық линияларды аламыз. Бірақ ол алған деген арасында реттейтін жерлердің бәрін карандашпен реттеп отырамыз. Мына ортадағы сызықты алмаймын. Өйткені бұл гүлдің мына ортасына сызығы қырлы. Сондықтан бұл сызық бізге әлгіде керек болады. Артықтардың бәрін алып тастадық. Ендігі этап штрих. Штрих дегеніміз жеңіл ғана сол заттың формасын беру. Енді жайлап штрихтай бастаймыз. Раз күн мияқта түсіп тұрғаннан кейін, мына жерлерге аздап штрих береміз. Мына жерде көлеңке, салғада штрихті бір қалыпта берген дұрыс. Сразу қап-қара қылу міндет емес. Ақырында слой за слоем надо штриховать. Мына жерде немножко посильнее штрихуем. Өйткені бұл жерде у нас передний план. Алдыңғы планда. Так, бұл жерде сәл қосыңқыраймыз. Бірдей болу керек. Содан кейінгі жерге такой легкий штрих. Раз көлеңке сол жақтан түскеннен кейін, мына жерде сәл қаттырақ болады штрих, потемнее. Так, мына жерде. Мына жерде тағы да штрихтаймыз. Ақырындап штрихтай бастаймыз. Сосын бір жерге жабысып қалмау керек, обобщенно жасау керек, обобщенно надо работать. Мысалға чуть-чуть мынадан жасадық па, и мына жерде қыры бар. Көрдіңіздер ма? Қыры бар. Қыры. Мынамен былай алып тастаймыз қырды. Қыры. Мына жерде де қыр бар. Бұл жерде қырда, наоборот, бізде көлеңке. Көлеңкеміз бар. Көлеңке бар бұл жерде. Содан кейін мына жаққа штрих береміз. Соң біраздан соң міндетті түрде қаттырақ усиленный штрих бере береміз. Біз бірінші жарық көлеңкесін іздестіріп тауып алып отырмыз мысалға. Артқы фондарын да береміз. Мына жерде жеңіл штрих, өйткені мияқтан түскен жарық түседі. Оны рефлекс дейді. А мына жерде көлеңке. Мына жапырақтың көлемін шығару үшін объем. Мына жерге қаттырақ штрих. Өйткені мына артында тұрған драпировкаға түсіп тұрған көлеңке. Оның артын әдейі темный қылып штрихтаймыз. Өйткені мынау
зат гипс болғаннан кейін біз соның гипс екенін түсіндіруіміз керек. Материальность дейді ғой, соны көрсетуіміз керек. Материальность дейді, соны көрсетеміз. Материальность. Ары қарай бүйтіп кете береді. Енді біз бұған онша көп уақытымызды алу міндетті емеспіз. Мына жерге де көлеңке түседі. Карандашымызды жиі ұштап алып отыруымыз керек. Қазір мен осы артқы фонды біткеннен кейін міндетті түрде штрихтап аламын. Ашып аламын карандашымды. Артқы фонды бергеніміз дұрыс. Неге өйстіп? Карандашымды ашып алдық, әдемілеп, тәтіштетіп алдық. Енді әрмен қарай. Енді мына жерде основной көлеңке жанында, соны уже бере береді көлеңкелерді. Основной тең, полутең дейді. Жар тең, негізгі тең, әрмен қарай жайрап, шашырап алып кететін тең. Мына жерлерге тағы да қырын шығару үшін көлеңке бере түсем. Мына жерге негізгі көлеңке. Негізгі көлеңке. Мына жерге көлеңкесі түсіп тұр. Осы розетканың формасы. Основной тең. Мына жерлерге берілгірін. Основной тең. И арғалай, падающий тең. Мына жерлерге, кейбір жерге основной беріп береміз. Енді біз мынау жапырақтардың тағы да көлемін көрсетуіміз керек. Мына жерде тоже жарық. Мына жақтан жарық түсіп тұр деген сөз. Просто шопка жасап жіберсе де болады, или штрихтаса да болады. Бұл тұрған ештеңе жоқ. Бұндай кезде карандашты ұзынырақ. Карандашты салған кезде, штрих қойған кезде жаймен айналдырып отыру керек. Өйткені карандашың ұшы бұлай ұшталып кетеді. Сол кезде келер штрих, жеңішке, одан кейінгі штрих толық болып шығады. Сондықтан карандашты штрихтеп отқанда жайлап, бүйтіп айналдырып отқан дұрыс. Сол кезде штрих равномерно түседі. Көрдіңіздер ме бұлай? Бұлай салып отқан кезде, как будто бір карандаштың бір қалып ұстап отқан сияқты көрінеді. Не растушевка жасап жіберіп. Мына жерлерді белгілейміз. Мына жерлері тоже сабақтардың көлеңкесі білінеді. Мына жерге падающий тең тоже. Тең полутең дейді. Тең жартылай тең. И ары қарай аны алып кетеміз. Жалпылама
Обобщенная работа деген осы жалпылама жұмыс. Мына жерге тағы да көлеңке мына қырын шығару үшін мына жерге штрих бере түсеміз. Мына жерге тағы да береміз штрих. Мына жерге естественно береміз штрих. Так, бүгінгі тақырыбымыз резетка. Осымен бітті, құрметпен оқушыларым. Бүгінгі сабақ. Келесі сабаққа дейін кездескенше. Келесі сабақ бұдан да қызық болады деп уәде беремін.